Сәлем, бүгін біз суши дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңырау шанына басып қойыңыздар. Себебі апта сайын сіздерге керекті ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай 300 грамм күрішімізді өлшеп алып, оны жақсылап жылы сумен шайып аламыз. Одан кейін 300 грамм күрішімізге 350 грамм салқын су құйып аламыз. Және жай отта күрішімізді пісіріп аламыз. Күрішіміз піскенше оның соусын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызды таразыға қойып, 5 грамм уксусымызды құйып аламыз. Менде уксус 9%, сондықтан 5 грамм құйдым. Ал егер сіздерде 3% немесе 6% уксус болатын болса, 7 немесе 8 грамм құйып алыңыздар. Және үстіне қайнаған ыстық судан 15 грамм құйып алдым. Одан кейін ішіне біраз қасық қант пен шым-шым тұз қосып араластырып аламыз. Одан кейін дайын болған соусымызды ыстық күріштің үстіне құйып, тағы да араластырып аламыз да, бетіне сүлгі жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін норимызды қойып аламыз. Астына яғни кез келген сүлгі немесе суши орайтын өзінің арнайы батыс тавасы немесе осылай үйіңізде не зат ыңғайлы болса, сол нәрсені қолдансаңыздар болады. Осылай ең алдымен жаңағы дайын болған күрішімізді норимізге жартысына ғана төсеп аламыз. Одан кейін салмасын саламыз. Яғни мен ортасына творожный сырымды және қияр, балық қостым. Әрқайсыңыздың өз қалауыңыз бойынша кез келген нәрсені қоссаңыздар болады. Яғни тауық еті немесе кәдімгі ет қоссаңыздар болады. Одан кейін міне осылай подставамызбен жақсылап орап 4 бұрышты етіп аламыз. Яғни норияңызды сулап тұрған дұрыс, себебі жабыспай қалуы әбден мүмкін. Біз сушидің 2 түрін дайындаймыз, яғни ролл және жарына ролл дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның сарысы керек, яғни бұны кляр деп атайды. Бірінші осыған малып алып, одан кейін ұнға аунатамыз, содан кейін қайтадан клярға аунатып, оны панировочный сухариге аунатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған ыстық майға тез-тез үстін қуырып аламыз. Тек қана бізге осы кляр ғана піссе болды. Одан кейін өткір пышақпен, яғни пышағымыздың жүзін сулап алып, осылай сушиді кесеміз. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңырау шанына басып қойыңыздар. Себебі сіздерге келесіде өте оңай және сіздерге таптырмас бизнес бастауға себепкер бола алатын керемет мастер-классы сіздермен тегін бөлісетін боламын. Сондықтан қоңырау шаны басып қоюды ұмытпаңыздар.